Абайлаңыз, алаяқ. Елдегі барлық алаяқтық әрекеттердің шамамен 37% интернет арқылы жасалады. Абай аудандық прокуратура қызметкерлерінің айтуынша, биыл төлем карталарын пайдаланып, алаяқтық жасау оқиғалары жиілеп кеткен. Халықтың қалтасына қол салғандардың статистикасы жаға ұстатады. Мәселен, Шымкентте 2021 жылдың 2 айында интернет арқылы жасалған алаяқтық қылмыс саны 30-дан 86-ға өсті. Бұл өткен жылдың осы мерзіммен салыстырғанда 94%-ға көп. Есте сақтаңыз, банк қызметкерлері ешқашан картаның деректемелерін сұрамайды. Ешқашан ешкімге картаның артқы жағындағы 3 таңбалы санды немесе SMS парольдер мен құпия сандарды хабарламаңыз. Ешбір жағдайда ақшаны белгісіз адамдарға бермеңіз және аудармаңыз. Туыстарыңызға қоңырау шалып, ұялы телефонға келген хабарламаның анық-қанығына көз жеткізіңіз. Бөтен мүлікті ұрлау, алдау немесе адамның сеніміне кіріп, мүлкіне қол сұғу қылмыс. Алаяқтыққа Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы бойынша қылмыстық жауаптылық көзделген.